адам өміріне зияны, сонымен қоса бір жағынан пайдасы туралы айтылатын болады. Постер қорғау беріледі. Постер эссе жазу осы тақырыпқа байланысты, яғни үшінші берілген жағдаятпен жұмыс, алдарыңызға жағдаят беріледі. Сол жағдаятты оқу арқылы содан қалай шығасыздар, сіздер сол жайында өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтасыздар. Бүгінгі тәрбие сағатымызда серпілген сауал бекіту сұрақтар арқылы қорытындылайық, яғни сіздердің алдарыңызға қойылып тұрған сұрақтар арқылы сіздер өз пікірлеріңізді, ойларыңызбен бүгінгі тәрбие сағатын қорытындыласаңыздар. Әлеуметтік желілердің зияны қандай? Қазіргі таңда әлеуметтік желіде көптеген зиян жақтары бар. Олар мысалы денсаулығымыз бұзылады, көзіміз ауырады, және де тәуелділік пайда болады. Ешқандай дамымаймыз, ойымыздың бәрі телефонда болады. Мен көбінесе пайдаланатын әлеуметтік желі ол TikTok, себебі TikTok мені көбінесе өте қызықтыратын өзінің контентімен, және де өзінің қызықты видеолармен баулайды. Және де маған керек өзіме кеңестерді, немесе керек информацияны, керек болатын сабақтарды сол туралы көрсетіп, маған оны қызықтырады. Сол себептен менің көп пайдаланатын желім ол TikTok. Әлеуметтік желі арқылы танымал болатын адамдарға көзқарасыңыз қандай? Менің әлеуметтік желі арқылы танымал болатын адамдарға көзқарасым жақсы. Себебі олар өзінің бос уақыттарында осы әлеуметтік желіге түрлі видеолар салып, өз өмірлерін түсіреді. Ал қазіргі қарапайым адамдарға бұл өте қызық. Сондықтан олар бір жағынан өздеріне пайда келіп ақша таба алады. Желілер олар TikTok, Instagram және YouTube осы желілерді көп қолданатын артықшылары оларды көп қолданған кезде тәуелді болып қалуы мүмкін, және көп уақыттың осы жерлерде өтеді. Денсаулыққа да зиян болуы мүмкін, себебі ол жерлерде психиканы бұзатын видеолар да бар. Әлеуметтік